Сәлем достар, бүгінгі сұрақ. Менің айналам, менің ауылдағылар, менің жанымдағы достарым барлығы жеңіл тұрғыда айтқан кезде жаман адамдар. Олар шегеді, ішеді, олар боқтайды. Мен бұл ортаға да қалып қойған сияқтымын, және де одан қалай шығатынымды білмеймін. Өте жақсы сұрақ достар. Әдесейде өте жақсы сұрақ, және де бұл өте маңызды. Бұл өте маңызды видео. Әр адамның болашағы үшін. Бүгін біз дәл осы сұраққа жауап беретін боламыз достар. Міндетті түрде бастамас бұрын каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментария жазып кетіңіздер. Комментарияға дәл осы сұрақтың жауабын, өздеріңіздің ойларыңыз, өздеріңіздің идеяларыңыз, өздеріңіздің лайфхактарыңыз, өмірлік жолдарыңыз, сабақтарыңыз туралы жазып кетіңіздер. Бұл болашақ маманның арнасы, инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. Описаниеда кетіп бастаймыз. Адамдар, 97% адамдар дәл осы, қалай айтсам болады, тозақ дейін бе, ор дейін бе, бұлайша айтқанда дәл осы бір клеткаға, ямаға түсіп қалады. Бұл орта. Бұл сенің ортан, адамның ортасы. Егер сенің ортан жаман әдеттерден құралса, және де сен қаншалықты өзіңмен жұмыс жасасан да, сен максимально бір күшті болсан да, егер сен бұл ортада максимально көп, енді өзіңнің көп уақытыңды дәл осы ортада өткізерсен, онда жағдай қиын. Жағдай қиын, өйткені сен тәуелсіздікті аңсайтын, бірақ былайша айтқанда тордың ішінде шыға алмайтын құс сияқты болып қаласың. Бұл 97% адамдардың дәл осы жүретін жері. Яғни сенің де дәл қазір жүрген жерің дәл осы. Бұдан шығу үшін не істейді? Әрине, саған дәл сол адамдарды басқа адамдармен алмастыру керек, иә? Бұл үшін саған мүмкін, сен енді жасына қарай, сенің ата-анаңның рұқсатына қарай, бірақ енді мүмкін саған басқа бір қалаға көшу керек шығар, басқа бір жерге көшу керек шығар, басқа бір мемлекетке көшу керек шығар, ата-анаңнан бөлек кетіп, жаңадан өмірге үйренесің. Бұл нақты айтпаймын. Мына екіншісі нақты. Саған жаңадан достар іздеу керек. Жаңадан айнала орта іздеу керек. Бұны интернеттен іздей аласың. Яғни қазір курстардың енді көбісі онлайн курстар ғой, енді онлайн курстардың көбісі дәл қазір арнайы чаттары бар. Енді мен бірнеше өзім курсты оқығанды ұнатамын, өйткені бұл шынымен де пайдалы болса, онда не үшін жаманы бар, қандай жаманы бар оның. Сондай курстардың көбісінде арнайы бөлек бір чаттар бар, яғни дәл осы жерде единомышленниктер жиналады. Мен сондай чатта бармын. Енді ол жерде қатты сөйлесе қоймаймын, мен де онлайн сөйлеске ұнамайды, маған офлайн сөйлеске ұнайды, бірақ барынша солай. Біз жаратушы Алла тағаладан сұраймын, дұға тілеймін, яғни бізге жақсы достар бере көр, маған жақсы достар бере көр деп. Шүкір, яғни сен егер де қандай да бір ортада, қандай орта саған қалайды? Сен мысалға спортсмен болғың келеді, сен кәдімгі бодибилдер болғың келеді. Демек саған спорт залға барып керек, спорт залда сен өзіңмен бірдей, өзіңмен жасты, өзіңнен бірдей единомышленниктарды табуын әбден мүмкін. Сен егер де иманды күшейткің келсе, ақыретіне азық жинаған келсе, онда саған мешітке бару керек, мешітте өзіңмен жасты бір керемет адамдарды табасың деп ойлаймын. Бұл біздегі кеңес достар. Енді келесі видеоға кездескенше, Тинербек алқа тіркеліп толық описанияда. Келесі видеоға кездескенше.